Сайлаушылар тізімдеріндегі өзіңіз туралы деректерді қалай тексеруге болады? Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 26 бабы. Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректердің дұрыстығы мен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдердегі, демалыс үйлеріндегі, санаторийлердегі, тұрақты емдеу профилактикалық мекемелердегі, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандардағы, тергеу изоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларындағы, шет мемлекеттердегі Қазақстан Республикасының өкілдіктері жанындағы құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа дәлелді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Сот шағымды келіп түскен күні қарайды. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген жаңсақтық үшін шағымдануға құқылы. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.